أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Фәләқ меккелік сүре. Бұл сүре пенделерге Алланың қорғауына ғана паналауды үйретуде. Адам баласы жаратушының ұлылығы арқылы жаратқан мақлұқаттарының зиянкестігінен, қараңғы түскен түннің жамандығынан Алладан пана сұрайды. Түнде жамандық пен бұзықтық жайылатындықтан қараңғыда адам бойын үрей билейді. Және әрбір көре алмаушы мен сиқыршының жамандығынан тек құдірет иесі Алладан пана сұрауды үйретеді. Фәләқ пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, өзіне дем салған екі Мұғауиз сүренің бірі. Алла Тағала Фәләқ сүресінің бірінші аятында: «Ей Мұхаммед, айт, таңның иесінен қорғау тілеймін» деген. Тәпсіршілер пана сұрап дұға етуде таң уақытын арнайы айтуының себебі, қап-қараңғы түннен кейін таң нұры жарып шығуы қиындықтан кейінгі қуанышты суреттейді. Сондай-ақ адам таңның атуын асыға күткені сияқты, қорқудағы адам да құтылуды тағатсыз күтеді дейді. Екінші аят. Жаратқан нәрселерінің жамандығынан. Барлық мақлұқтың адам, жын, жануарлар және жәндіктердің жамандығынан. Өзің жаратқан әрбір зиянкестен қорға. Үшінші аят. Қараңғылық басқан сәтте түннің жамандығынан. Түн келіп, қараңғы түскен сәттегі жамандықтан қорға. Түннің қараңғылығында адам мен жынның жамандары жер бетіне тарала бастайды. Тәпсірші ғалым Ар-Рази адам түннің жамандығынан пана сұрауға әмір етілуі, түнде жыртқыш шапаннан, жәндік ұясынан шығады, ұры-қары үйге түседі, өрт те түнде болады, және түнде көмекке келуші де кем болатын мезгіл деген. Келесі аятта: және түйіндерге үрлеушілердің жамандығынан делінген. Жіпке түйін салып дұға оқитын сиқыршылардың жамандығынан сақта. Сиқыршылар бұл әрекетімен жұртқа зиян жасап, күйеу мен әйелін ажыратады. Тәпсірші ғалым Әл-Бахр екі пана сұрау, яғни Фәләқ пен Нас сүресінің түсуіне Ләбид ибн Ақсам атты сиқыршының қиссасы себеп болды. Сиқыршы Алла елшісінің Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын тарағын пайдаланып дуа жасайды. Тараққа 11 түйін түйіп, оны инемен түйреп қояды. Сол кезде соған байланысты осы екі сүре түседі. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын бұл сүрелердің әрбір аятын оқыған сайын бір түйін шешіліп, бойын жеңіл сезіне бастайды. Ең соңғы түйін шешілгенде бұғаудан босаған сияқты бойы сергіп қалған екен дейді. 5-ші аятында және күншілдердің көре алмаған кездегі жамандығынан пана іздеймін де делінген. Кісіден жақсылықтың кеткенін қалайтын көре алмаушының жамандығынан сақта. Ол Алланың берген нығметіне
разылық танытпайтын, іші тар, бейбақ. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Нас сүресі меккелік. Бұл екі мұғауиз, яғни пана сұрау сүресінің екіншісі. Аталмыш сүреде қас дұшпан ібіліс және оның адам мен жыннан болған көмекшілерінің жамандығынан, әлемдердің Раббысынан пана сұрау әңгімеленген. Ал шайтан мен көмекшілері адам баласын түрлі азғыру жолдарымен арбауда. Құран кәрім екі мұғауиз сүремен тәмамдалып, Фатиха сүресімен басталған. Бұл тәсіл жақсылықпен бастау және жақсылықпен аяқтаудың қосындысы. Көркемдік пен жақсылықтың ең шыңы. Өйткені пенде Алла тағаладан істің басынан аяғына дейін жәрдем сұрап, пана тілейтіні белгілі. Сонымен бірінші аятында Алла тағала: «Ей Мұхаммед, айт, адамдардың Раббысынан қорғауын тілеймін» деген. Адамдарды жаратушы, оларды тәрбиелеуші, жоқтан бар етуші және түрлі нығметтерге бөлеуші Алладан пана сұраймын. Тәпсіршілер: Алла тағала барлық тіршіліктің жаратушысы, бірақ мұнда адамдардың Раббысы деп ерекшелеп айтуы адамзаттың басқа мақлұқаттардан қадірлі әрі мәртебелі екенін аңғартады. Өйткені Алла тағала адамға жаратылысты бағындырып, ақыл және біліммен күшейткен. Періштелерге адамдарға сәжде жасауды әмір етуінің сыры да осында жатыр. Нас сүресінің екінші аятында Алла тағала адамдардың иесінен, шын билеушісінен деген. Алла тағала барлық жаратылыстың жалпы толық әрі кемел иесі. Оларға төрелік етеді, амалдарын реттейді, қадірлетеді, қор етеді, бай етеді, кедей етеді дейді. Келесі аятында Алла тағала адамдардың тәңірінен деген. Атақты тәпсірші имам Құртуби Алла тағала адамдардың иесіне, адамдардың тәңіріне деп айтуы, адамдар арасында да патшалар бар, алайда шынайы патшалық оған ғана тән. Адамдар арасында да Алладан басқаға құлшылық ететіні бар, алайда шынайы тәңір және құлшылық етуге лайық тек Алла екенін естеріне салуда. Және пана сұрау мен сыйынуға патшалар мен ұлықтар емес, Алла тағала ғана лайықты дейді. Төртінші аятында Алла тағаланы еске алған кезде сыбырлап азғырушының кесірінен деген. Көңілге жаман ой салатын шайтанның жамандығынан және күнә іске азғыратын адамның жамандығынан сақта. Ханнас пенде Раббысына жалбарынса жасырынып шегіншектейтін шайтан. Ал пенде Алланы ұмыта бастаса, шайтан қайта азғыра бастайды. Ол адамдардың көкейлеріне вәсуәс салатын, жамандығының қаттылығынан адам баласының жүрегіне түрлі азғырулар мен ойларды салады. Имам Құртуби
азғыру естілмесе де ұғымы жүрекке жететін жасырын сөз дейді. Нас сүресінің соңғы аятында жын мен адамдардан болған бүкіл азғырушылардың кесірінен Аллаға сыйынамын делінген. Бұл аятта адам және жын атаулының шайтанынан қоса пана сұрау қажеттілігі баяндалуда. Адамның шайтандары жын шайтандарынан әлде қайда қауіпті екені белгілі. Өйткені жынның шайтаны тек сыбырлайды, ал адамның шайтаны арсыздық пен тыйым салынған лас істерді әдемі етіп көрсетеді. Мұндай азғырулардан тек Алланың өзі сақтаған адам ғана қорғана алатыны ақиқат. Айша анамыз риуаят етеді, Алла ол кісіге разы болсын, Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, төсегіне жатарда екі алақанын қосып, Құл хуалланы, яғни Иқлас сүресін және екі тағауыз сүрелерін, яғни Фәлақ пен Нас сүрелерін оқып, денесін қолы жеткен жерлеріне дейін сипалайтын. Ол басы мен жүзінен бастайтын, сосын бұл әрекетін 3 рет қайталайтын.